Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Енді біз өрнектерді ықшамдау деген сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде мынадай есеп келіп тұр екен. Бұл есепте жалпылама айтқан кезде формула білу керек. Әрине а куб минус в куб. Бұл бізде а минус б а квадрат плюс аб плюс в квадрат. Тура осы формуланың бізде плюс түрімен бар. А куб плюс в куб. Бұл жерде а плюс в а квадрат минус а в қосу в квадрат. Және де а азайтылған в-ның кубы. Бұл жерде а куб минус 3а квадрат в қосылған 3а в квадрат және де минус в куб. Және де а қосылған в-ның кубы бізде болады екен а квадрат азайтылған жоқ мейір а куб азайтылған 3а квадрат в қосылған 3а в квадрат минус в куб. Формуланы негізі жатқа білсеңіздер дұрыс болады. Мысалы, енді мынау формуланы мына жерде сіздерге мен сәл түсіндіріп кетейін. Мына формуланы қазір былай қолданғанымыз өзімізге жақсы болады. Бұны а минус в-ның және де а минус в-ның квадратының көбейтіндісі ретінде алсақ. Осы формула бізге осылай қолданғанымыз дұрыс болады жоғары есепте. Енді мен есепті талдап бастайын. Формула тұр. Тең дейік. 1 қосылған а квадрат қосу а. Бұл жерде ол өзі жазылады. Енді мен мына бірінші тұрған формуламен а куб минус в кубпен астындағы формуланы ашып шығамын. Себебі бірдің үстіне куб жазатын болсам, ол бәрібір бір шығады бізде. Сөйтіп ол а куб минус в кубқа келіп тұр. Демек оны ашатын болсам 1 минус а келесі 1 қосылған а қосу а квадрат болып ашылады екен. Қосылған мынаны өзін жаза саламыз а минус а квадрат деп. Енді мынаны жоғарыда мына жерде жазып қойдым ғой бағана. Астында сол сияқты жазып қойдым. 1 азайтылған а и 1 азайтылған а-ның квадраты деп. Ол екеуінің көбейтіндісі бізде 1 азайтылған а-ның кубын береді. Мына жерде жазылып тұрған. Кешірім өтінемін, мен мына жерде екеуі қысқарады, екеуі бірдей, себебі кейбір өрнектердің орны ауысып жазылып тұр жай ғана. Демек бізде 1 сосын 1 азайту а қалды мына жерде. Қосылған дейміз. Мына жерде не істесек болады? А-ны жақшаның сыртына шығарып жесек болады. 1 азайту а қалады. Байқап қарасаңыздар, енді мына жер 1 азайту а және де 1 азайту а-ның квадраты болады. Тең, демек мына жерде 1 минус а мен 1 минус а қысқарады тағы да. Енді ортақ бөлім бере салайық, мына жерде қайта-қайта жаза бермей. Мына жерге 1 минус а-дан келеді, мынаған 1-ден келеді. Демек бізде бөлшектің бөлімі 1 минус а-ның квадраты болады, ортақ бөлімі. 1-ге көбейтетін болсақ, мына жерде 1 минус а өзі шықты. Мына жерде жай ғана а қалады. Демек плюс а мен минус а-ны қысқарып жібереміз. Мына жерде 1 бөлінген 1 минус а-ның квадраты. Мына жерде квадрат болғандықтан былай жазсаңыздар да болады. А минус 1-дің квадраты деп. Себебі көбіне есепте бізде жауапты осылай қалдырады. Так, келесі есепке. Мынау жазылған 4 формуланың негізі есепті қазір кейінгі есептердің бәрінде қолданамыз. Сол себепті бір жазып дәптерлеріңізге жатталғандарыңыз дұрыс. Келесі есеп. Келесі есеп. Міне асты қайтадан формула келіп тұр. Осы формуланы аша салсақ, бұл есеп жасалады. А минус б а квадрат қосу а б қосу б квадрат. Енді жоғарысында бізде а квадрат а минус б.
мына жерде мына а минус б мен а минус б қысқарып кетеді. Б квадрат қосу аб асты а квадрат плюс аб қосылған в квадрат. Негізгі есептің жауабы өзі сұрап тұр. Қандай жауап шығатыны? А квадрат қосу аб қосу б квадрат дейміз. Ортақ бөлімі бірдей болғандықтан біреусін көшіріп жаза саламыз. Ал жоғары жақта мына жерде а квадрат қалды. Қосылған міне бөлшектің ортасындағы бөлшектердің ортасында б квадрат қосу а болады. Байқап қарасаңыздар, бұл екеуі де бірдей, демек екеуі қысқарып кетеді. Демек 1 деген жауап шығады. Келесі есепте де міне жоғары жағындағы а куб плюс о кубтың формуласын ашып жібереміз. Ода да болды. Есеп шыға салады. А квадрат минус а б қосу б квадрат. Бөлшектің асты б болады. А квадрат минус а б қосылған б квадрат. Мына жерде а бөлінген б-ны жазып қоямыз. Мына жақша қысқарды бізде. Байқап қарасаңыздар, бөлшектің бөлімі б және б болып тұр. Біреуін жазамыз. И мына екі бөлшекті біріктіреміз. А қосылған б минус а деп. Мына жерде минус а мен минус а қысқарады. Б бөлінген б қалады. Жауабы 1 шығады екен. Міне осылай, құрметті оқушылар, формуланы ашып, қолданып үйренейік. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.